Алланың құдіретін бұл өмірде қалай көре аламыз? Біз күн сайын таңертең оянамыз, аспанға қараймыз, табиғатты тамашалаймыз, өзіміздің өмір сүріп жатқанымызды сезінеміз. Бірақ осының бәрі кездейсоқ па? Әлде бізді жаратқан Алланың құдіретінің дәлелі ме? Алланың бар екенін тек сеніммен ғана емес, дәлелдер арқылы да түсінуге болады. Ғылым, табиғат, адам ағзасы және ғаламның құрылымы бәрі жаратушының ұлы құдіретін көрсетеді. Бүгінгі видеода біз осы тақырыпты қарастырамыз. Бірінші, табиғаттағы тәртіп Алланың құдіретінің дәлелі. Ол бәрін бір өзі жаратып, әрбір жаратылысқа белгілі бір өлшем, жүйе мен тағдыр тағайындады. Фурқан сүресі 2-ші аят. Ғалымдар табиғатта алтын қатынас, golden ratio деп аталатын ерекше математикалық пропорция бар екенін анықтады. Бұл қатынас кішкене тіршіліктен бастап адам денесіне, тіпті жұлдызды галактикаларға дейін кездеседі. Мұндай үйлесімділік кездейсоқ болуы мүмкін бе? Ғаламдағы гравитация күші сәл өзгергенде, біз бұл жерде өмір сүре алмас едік. Бұл Алланың ғаламды мінсіз етіп жаратқанын көрсетеді. Су молекуласының ерекше қасиеті ол 0 градуста мұзға айналғанда жеңілдеп, су бетіне қалқып шығады. Егер судың бұл физикалық ерекшелігі болмаса, теңіздер мен өзендер түбінен бастап қататын еді, және жер бетіндегі тіршілік жойылар еді. Бұл да Алланың керемет жаратылысының дәлелі. Екінші, адам ағзасындағы ғажайыптар. Шүбәсіз, біз адам баласын ең көркем, ең керемет бейнеде жараттық. Тин сүресі 4-ші аят. Адамның жүрегі бір жылда орта есеппен 35 миллион рет соғады. Егер біз жүрек жұмысын өзіміз басқаруымыз керек болса, өмір сүре алар ма едік? Эмбриолог доктор Кит Мур Құранда адамның жаратылуы туралы ақпарат 1400 жыл бұрын айтылған. Ғылым қазір ғана осыны дәлелдеп жатыр. Адам ағзасындағы дезоксирибонуклеин қышқылы тірі ағзалардағы генетикалық ақпараттың ұрпақтан ұрпаққа берілуін, сақталуын, дамуы мен қызметін қамтамасыз етуіне жауапты нуклеин қышқылының түрінің бірі. Бұл біздің генетикалық ақпаратты сақтайтын күрделі жүйе. Міне осы кодты жазу үшін бір адамның өзіне миллиондаған бет қағаз қажет болар еді. Мұндай код жүйесі кездейсоқ пайда болуы мүмкін бе? Үшінші, ғаламның жаратылуы және кеңеюі. Кезінде көктер мен жер тұтасқан бір бүтін еді. Біз ол екеуін бір-бірінен ажыраттық. Әнбия сүресі 30-ші аят. Үлкен жарылыс теориясы, Big Bang, қазіргі ғылым ғаламның пайда болуын дәл осы жолмен түсіндіреді. Бірақ бұл теория Құранда 1400 жыл бұрын айтылған. Әрі көкті біз құдіретімізбен жараттық, және біз оны кеңейтудеміз. Зарият сүресі 47-ші аят. Ғалымдар дәл қазір ғаламның үздіксіз кеңейіп жатқанын дәлелдеді. Бұл Құранның сөздері мен заманауи ғылымның үйлесімде екенін көрсетеді. Альберт Эйнштейн, ғалам өте дәл жүйе бойынша реттелген. Бұл ақылды бір жаратушының бар екенін көрсетеді. Төртінші, жүректегі тыныштық Алланың бар екенінің белгісі. Ендеше біліп қойыңдар, жүректер тек Алланы еске алумен тыныштық табады. Рағд сүресі 28-ші аят. Қазіргі ғылым діндар адамдардың өмірінде стресс аз болатынын дәлелдеді. Олар өмірге оң көзқараспен қарайды, қиындықтарды жеңе алады. Стресс зерттеушісі доктор Ханс Селие, рухани өмірі бар адамдар стрессті оңай жеңеді және ұзақ өмір сүреді. Психологиялық зерттеулер көрсеткендей, адамдар Құран оқығанда жүректерінде ерекше тыныштық пайда болады. Бесінші, дұға мен тағдырдың дәлдігі. Маған дұға етіңдер, мен сендерге жауап берейін. Мүмін сүресі 60-ші аят. Өмірде кейде жоспарымыз ойдағыдай болмайды, бірақ кейін сол жағдайдың бізге пайдалы екенін түсінеміз. Көптеген адамдар дұға жасап, күтпеген жерден шешім тауып жатады. Бұл Алланың бізді әрдайым бақылап отырғанның белгісі. Доктор Алексис Карел, дұға бұл адам жанының ең үлкен күші. Ол шынайы сенім арқылы өмірді өзгертеді. Алтыншы, табиғаттағы жан-жануарлардың ерекше қабілеттері. Жер басып жүрген жан-жануарлардың, қос қанаты мен самғап ұшқан құстардың түр-түрі өздерің сияқты қоғам болып топтасып тіршілік ететін. Әрқайсысының өзіне тән өмір салты болған өз алдына бірер үмбет болып табылады. Әнғам сүресі 38-ші аят. Бал аралары алысқа ұшып кейіннен өз ұясына оралады. Құранда бұл туралы Раббың бал арасына, тауларға, ағаштарға, адамдар жасаған жаппалар, күркелер мен омарталарға да ұя сал. Содан кейін түрлі жемістермен қоректеніп жиған қорегіңмен Раббыңның сен үшін оңтайластырған, яғни жеңілдетіп қойған ұяңа жеткізетін жолдарына түс деп аян берді деп айтылған. Нахл сүресі 67-68 аяттар. Көбелектер миграция кезінде мыңдаған шақырым ұшып қайта туған жеріне оралады. Олардың бағытты қалай анықтайтыны әлі күнге дейін ғылымда толық түсіндірілмеген. Жолбарыстардың жолақты терісі, хамелеондардың түсін өзгертуі, көгершіндердің бағыт сезінуі, барлығы Алланың мінсіз жаратылысының дәлелі. Осы жоғарылардан қорыта кетсек, Алланың құдіреті барлық жерде. Біз оны ғаламнан, табиғаттан, өз денемізден, жүрегімізден көре аламыз.
Құран мен ғылым үйлесімді. Ғылым енді дәлелдеп жатқан нәрселер Құранда бұрыннан айтылған. Және біз мұсылмандар тек Құранды оқу емес, оған амал етіп, осы Құранның ғажайыптарын аша білуіміз қажет. Жүректегі тыныштық Алланы еске алғанда ғана келеді. Егер сендерге осы видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңдар. Алланың құдіретін тағы қай жерден көрдіңдер? Төменде бөлісіңдер.